Осыдан 6 ай бұрын менің әкемді алып кеткен осылай. 24 күні дәл осы күні. Именно осында. Сол жерде келесі күні маған аял хабармен қайтыс болғанын айтты. Сонда да сіздер жаттыңыздар осылай үйде. Әлі күнге жатасыздар ма осылай? Сіздер қазіргі кезде мысалға біздің атымызға Әбіләзовтан ақша алды деген шешемізді, әшемізді, біздің атымызды, әкемнің атын қорлап жатыр осылай. Оның бәрі осы ментордың істеп отқаны. Біз Әбіләзов түгіл ешкімнен ақша алған жоқпыз. Әбіләзовты мен де, шешем де, әжем де, ағам інілерім де сүреспеген болатын. Бұның бәрі өтірік. Бізде қазір айтып жатыр, ақшаны алып, ананы алып жатыр, мынаны алып жатыр деп. Ешқандай ақша берген жоқ. Және де бізге көмектесіп ол қарапайым қазақ елі. Көптеген жерлерден келіп, Алматыдан, Оралдан келіп көмектесіп жатты еме. Оған мың алғыс айтамын. Ал міне тұрған Астанадан, міне тұрған Малиновкаға келе алмай жатсыздар. Сіздерді түсінбеймін. Осылай жата бересіздер ма? Ертең 1-2 жылда бұл деген қазақ халқын жояды ғой. Осылай отыра беретін болсаңыздар, бізді де жауып берден. Мен 17 жастамын. Мен қорқып тұрған жоқпын айтуға. Мені соттаса да бәрі. Қазіргі кезде мен інілеріме де жалғыз әкесіңіз әкесін сағынады. Мамам күйеуін сағынады. Қорқпаңыздар ағайын. Шығыңыздар. Мына билікті жояйық.